Сәлеметсіздер ме оқушылар? Цифрлық сауаттылық сабағына дайынбыз ба? Біз алдыңғы сабақтарда Scratch программасы арқылы бірнеше жобалық жұмыс жасаған едік, иә? Ал бүгін біз музыкалық аспаптар арқылы жобалық жұмыс жасаймыз. Ең алдымен бізге Scratch программасын іске қосу қажет. Scratch программасын қосу үшін сіздерге ссылкасын жіберген болатынмын. Немесе компьютермен жұмыс жасайтын болсаңыздар, Scratch деп Google-ға жазамыз. Мен өзім арнайы мында дайындап қойдым. Кәне ашылған күтейік. Бұл біздің проектімізге мына видео қажет емес, алып тастаймын. Ең алдымен біз программамызды іске қосып болған соң, музыкалық аспаптар жайлы сабақ болғандықтан, біз бірнеше аспаптарды фон ретінде загрузить етеміз. Так, ең алғашқы 7 келді. Кітабымыздың 26-шы суретіне қарасақ. Так, әрі қарай жалғастырайық. Енді екінші аспапты тартамыз тағы да. Біздің қобызымыз. Үшіншісі домбыра. Міне біз музыкалық аспаптардың бәрін жинақтап алдық. Енді жобаға атау береміз. Біздің жобамыздың аты музыкалық аспаптармен жұмыс болғандықтан, біз ұлттық аспаптар деген папкамен сақтайтын боламыз. Енді 27-ші суретке қарайықшы, балдар. 27-ші суретте код берілген арнайы. Бізде осы код арқылы біздің қазақи ұлттық аспаптарымызбен таныс болады. Қазір мен қысқа түрде тез теріп шығамын. Осы кодтар арқылы біз мысығымызды жүргізіп, жаңағы аспаптарымызбен таныс болады.